Эй, жүрегімнің қуаты, перзенттерім, сіздерге адам мінезі туралы біраз сөз жазып қалдырайын. Ықыласпенен оқып, ұғып алыңыздар. Оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы, ақыл, ғылым деген нәрселерменен. Ғылым білімді әуелі бастан бала өзізден таппайды. Басында зорлықпенен, яки алдауменен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі дегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көкселік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Дети мои, утешение сердца моего. Вот написал несколько слов о человеческих идеалиях и завещаю написанное вам как память. Прочтите со вниманием, вникните в суть этих слов, и ваши сердца преисполняются любовью. Любовь человека неотделима от его разума, человечности, знаний. Ребенок по доброй воле не тянется с ранних лет к учебе. Придется его принуждать или привлекать до тех пор, пока не возникнет жажда знания. Ребенка, имеющего стремление к знаниям, можно считать человеком. My dear children, the solace of my heart, I have just written a few words on human actions, and I bequeath what I have written to you so a moment. Read carefully and try to understand the meaning of these words, and your hearts will be full of love. Now, human love is inseparable from human reason, intelligence and loving kindness. A child seeking knowledge may be considered a true human being, and you hope that he will later tell to know God.